77 сабақ 2 санына көйді және бөлу кестесін бекіту. Мұнда 2-ге бөлінетін сандар жұп сандар деп аталады. Жұп және тақ сандарды атам. Жұп сандар 2, 12, 14, 4, 6, 16, 18, 8, 10, 20. Жұп сандар қалғаны қызылмен белгіленбегенде тақ сандар болып табылады. Екінші есеп аға 20-ға дейінгі жұп сандарды суретімен аты 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20-ға дейінгі тақ сандарды кем ретімен аты 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1, 3. Есепте 4 бөлу 2 тең 2, 12 бөлу 2 тең 6, 9 бөлу 2 тең 18, 18 бөлу 2 тең 9, 10 бөлу 2 тең 5, 14 бөлу 2 тең 7, 8 көйді 2 тең 16, 6 бөлінген 2 тең 3. Салыстыр 2 көйді 7 тең 7 көйді 2, 14 бөлінген 7 кем 14 бөлінген 2-ден. 9 көйді 2 тең 2 көйді 9-ға, 16 бөлінген 2 кем 16 азайту 2-ден. 3 көйді 2 тең 12 бөлінген 2-ге, 8 көйді 2 артық 6 плюс 6-дан. 5 есептерді шығар. 18 бала ойнау үшін жұптасып сапқа тұрды. Неше жұп болды? 18-ді 2-ге бөлеміз. 9, жауабы 9 жұп болды. Аулада 14 бала ойнап жүр. Олар теңдей 2 командаға бөлінді. Әр командада неше баладан болды? 14 бөлу 2 тең 7. Жауабы әр командада 7 баладан болды. Балалар ойнау үшін әр командаға 3 адамнан бөлінді. 2 командада барлығы неше адам болды? 2 көйді 3 тең 6. Барлығы 6 бала болды. 6. Амалдың белгісіз компонентін аты. Есепте бөлінгіш 18, бөлгіш 2, бөліндінің мәні 9. Бөлінгіш 16, бөлгіш 8, бөліндінің мәні 2. Бөлінгіш 14, бөлгіш 7, бөліндінің мәні 2.